1 миллион теңге Каспийге аударған ба? Масқара. Мә, достар, мен бұндайды бұрын соңды естімегем ше. Короче, бүгін мен тағы да Самат туралы айтқым келіп тұр да. Самат деген жігітті танитын шығарсыздар. Қазір эфирінде өте көп деген адамдар отырады, қайырымдылықпен масқара айналысатын жігіт, қаншама адамға көмектесіп тастады. Бірақ Саматтың осы бір жақында жасаған іс туралы айтқым келіп тұр да. Базар жоқ. Инстаграм болса Инстаграм, ТикТок болса ТикТок, барлығымыз көріп жүрміз. Блогерлер, которые бір-бірімен бірігіп, біреуге жаңа қайырымдылық жасап, ақша жинап береді үйіне, біреудің денсаулығы жоқ, денсаулығына жинап береді, сауапты іс жасайды. Бірақ Саматтың істеген ісінде мен қазір мақтап жатқан жоқпын, оның реальный факты, ондай нәрсені көрген жоқпын. Короче, менің Нышан деген досым бар. Бауырым, Жетісайдың тұрғындары, бұрын соңды 400 мың подписчигі бар еді. Олар өкінішке орай заблокировать етіп, жақында ғана ашқан аккаунты мынау. Сондықтан да тіркеліп қойыңыздар. Нышан сәл денсаулығын нашарлау жігіт та, енді коляскамен жүреді, итеріп ше. Оны ана Амантай деген өзінің туысқаны бар, артынан итеріп жүреді. Соған жақсы коляска алсын деп, міне олар уже алып қойған, который пультпен жасайтын. Самат өзінің счетынан просто былай ойлап қанаңыздар, там адамдар жинап ойбай Нышанға жинай емес, просто Каспийін қандай мынандай пам 1 миллион. 1 миллион! Ойбай, мен білем блогерлерді білем, который базар жоқ, жинайды, адамдар сауапты іс жасайды. Бірақ бір адам просто да әшейін брат Каспийіңді айт деп ата салу. Самат, саған Алланың нұр жаусын. Тек биіктерден көріне бер, алдыға қойған мақсаттарыңа жете бер, жеңілме, талма. Алла сені қолдасын, сауапты ісіңді қабыл етсін.